талай тойдың отын жаққан осы асаба кім десеңіздер танитын адам үндемеңіздер. Бұхар жырау Мәшкүлдей қариясы бар, Сабынды Жасыбайдай дариясы бар, Павлодар деген мына облыстың Баянауыл деген Швейцариясы бар. Сол ауылдың қызымын, көздері ай жүзі күн, сұрасам есімім үміт болады, орысша кейде деген қызын мен боламын. Басымызға береке берсін, ağzımıza береке берсін, басымызға амандық берсін Алла Тағала. Осы тұрған балаларым Алла Тағала дендерімізге саулық берсін, дінімізге қуат берсін Алла Тағала. Алла Тағала азыры көрме, тозыры көрме. Осы сілем жолында құлы Алла Тағала. Осы балаларым Алла Тағала үй болашағаларым отбасы ошақпарларым амандық берсін Алла Тағала. Өткенімізге иман байлық бер, тілімізге күнеу жағдайын бер Алла Тағала. Басымызға амандық, басымызға азаттық бер Алла Тағала. Елімізге саулық бер, дінімізге қуат бер. Әрқайсымызды Алла Тағала әр күнгі істеген сәттілік бер, отамызға дейіс. Бірінші Сәуле апамыздан бастайық, ары қарай әулеттің жерлестер, ата әжелер, аға жеңгелер, апалар, бүгінгі міне стеламыз бәрімізге құтты болсын. Қуанышымыз бәрімізге ортақ. Осылай кең дастарханда кездесе берейік, басымыз аман, отанымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Енді аға асына орнатты. Фестер біз өз мойнымызға алдық. Енді 1,5 айдың шамасында ақшамызды жинап, бір отбасы болып міне орнына орнаттық. Енді біз көп ойландық, қандай ер азамат бар. Кім ренжімесін дегендей шығармыз. Ол расы керек. Енді бұл кісі өте жақсы бізді тәрбиеге ұстады негізі. Салғаннан кейін Тәңірберген, бірінші Тәңірбергенді айтып кетейін. Осы бізге осыны дайындап қойды, біз кеше келдік міне тағағымызды алып. Енді мына Иманбек Васип баланың анасы. Қазір ортамызда отыр, 80-ге капқан анамыз. Тағы реніш болмасын, өйткені бұл кісінің еңбегі сіңді. Мен бірге бізді жетелеп, оқытып, тоқытып міне осындай еңбегін жемісті болсын, мықты болсын, ортамызда анашым аман болсын. Енді менің осы төлеген ағам келе алмады, бір жұмыстармен Бейбіт ағам отыр, өзім өз атамыздан Шолпан апама бір алтын жүзік сыйлауға рұқсат етіңіздер. Әне Шолпан апамызға алтын жүзік құтты болсын. Арасындағы кішкене сыйлығымыз бар, одан кейін сіздерге қалғандарына тоже сыйлығымыз бар. Ренжімеңіздер, енді балалардың атынан деп айтайын мен бірінші. Енді осы жерде ақ жаулықты аналарымызға дейді, азамат пен азаматшаларымызға құрмет бар ма? Бар ғой. Endi bu hayal deytin emnes sana da apedemi qıp belgi qoymasınlar. Endi sağlık tileyin, amanlıkta sağlıkta bulayık. Elinde çırpımız hiç yaxşılıkta, kızıkta. Endi 8 үйден басталды ғой міне ауылға біріншіне. Міне одан тоғызыншы міне стел ашылып жатыр. Мерайт бұл енді осыны ұйымдастырған азаматтар мен азаматшаларға Алла разы болсын. Шаңырақтарына береке берсін. Қашанда болсын бірыңғай жақсылық бола берсін. Оны енді ана Есболат марқының баласы Дарқан еңбегі зор әкеп құрды. Да мен Жұмабайдың қызымын деп осы бірыңғай міне қайны деп болсын, осы ортада ұйымдастырушылық несінің анандай нелерін түгел жақсылықтарын істеп жатырмын. Бағана айттым мен. Жерде 90% Шоманның халқы өзеді. Атасы жатыр, әжесі жатыр, әкесі жатыр, бәрі көркейе берсін. Айтылған қор туралы. Сол қорды ашып, соған осы бұл жерде алтын мен сәуле ие болса қалай қарайсыздар? Қалай салат солай қор құрайды? Шүкелі сәуле. Ішкеміз бұлтыр. Ол өткенде деген. Ең соны біз өзіміз шештік қалады деп, значит қалады оны.
Өздерінің елерін салыңдар, сосын біз Шоман группасы бар. Тағы да бүкіл Осы жерде Ануардың бірін тарту етеміз. Ай, Қымасет, Айбол, Кияқ. Яспек деген. Көмек көп маған берілді. Сол енді көпке көріңіздер енді. Ал енді міне құрметті Көл ауылының бағана айтып кетті ғой, мынау ашылып жатқан стеласы құтты болсын. Осы Шоманкөл ауылымызда той домалақ көп болсын. Орталықты аналарымыз, ақсақалды аталарымыз ауырмасын, сол кісілердің жолдарын берсін. Енді міне 70-тен 74-ке дейін жасап жатқан осы іс-шараны ұл мен қыздарға, енді іні бауырларымыз, қарындастарымызға көптен көп рахмет. Осындай той-думан көп бол жасаған осы бауырларымызға, қарындастарымызға сый құрмет біздің атымызда. Қауым, міне біз 70 пен 74-тің арасындағы балаларымыз, осы Шоман ауылында өскен. Мен Сипулин Гинаяттың баласымын. Осы ауылда управляющий болған. Біздің айтайын дегенім 63-64-тен бастап осы ауылға еңбек сіңген Қабаша атайын атайын. Біз әрқайсымыз сол кісінің арқасында семья болдық. Әрқайсымыз қанаттағы өстік осы жерден. Кеткен ұлдардың барлығымыз Қасөгөннің басында жүрдік. Жасыратынымыз жоқ. Көке қараш. Көке, әрқайсыдан көкемге бір күн ренжітіп ұрыс көрген жоқ. Әкем управляющий болса да көкемге отырады, ерсөгай барша жұмысқа деп, сонда мен тұратынмын міне. Көке, еңбегіңіз жемісті болсын. Әрқайсы міне көріп жатсыз ғой, балаларыңыздың көке. Тек жақсылығыңыз болсын көке. Әрқайсымыз семья болғанымызбен міне. Сіз тікелей көр, сіздің еңбегіңіз бізге тиіп жатыр. Жамалып келеміз, айсыз ашық аспан. Қанзабыра байқалмайды уақыт. Қуаныш бұл елеге. Қанзабыра байқалмайды уақыт. Баршамыз бұл елеге. Балаларым-ау, ендеріңе саулық берсін, қуат болсын, үй іші бала шағаларың отбасы өшіп отырған бар. Міне естіп жатқан шығарсыз, ауылға да ой бір үлкендер батасын алып, қуаныштарымыз бізге бөлініп, ас беріп, бала шаға көргізіп, шарбану бар, міне өзі ауылдың бітті, бала кезінде бір өскен, міне бәріміз содан балалардың атынан осындай кішігірім подарок алдық. Әрбір шешемізге осындай подарок алдық. Сіздерге ескерткіш болсын деп көп жасап отырмыздар, ендеше осы кісілерді көріп біз ұшынамыз нәтиже болады.